Саламатсыздар ма? Мына қазір даму бала сайтына қалай табельге подтверждение басу керек, соны көрсетем телефон арқылы. Ол үшін сіздерде EGOV мобайлда авторизация жасалған болып тұру керек. Ол үшін бірінші даму бала сайтына кіреміз. Мен кіріп тұрмын мен. Даму бала деп жазасыздар. Сол кезде Google'дан ашылады даму бала. Осыған басып, одан кейін кіру дегенді басасыздар. Менюді басып, мына жерде войти деп тұр. Войтиді басып, сосын мына войти с помощью EGOV мобайл деп тұр ғой, осыны басасыздар. Осыны басқан кезде EGOV мобайлға осылай өтеді. Сосын мына жерге қол қою деген басасыздар. Кейін EGOV мобайлда пин-код жазасыз. Ата-ананың осыны EGOV мобайлына болу керек та. Окей деп кіресіздер. Одан кейін соңғы 4 санды жаз дейді. Осы тіркелген кездегі нөмірін соңғы 4 санын растау керексіз. Сосын осылай кіреді. Осылай кіргеннен кейін мына жерде нені басамыз? Менюға кіріп, табель деген басамыз. Табель, осыған басамыз. Сосын мына астына қарай түсеміз де, мына жерде EPUB экспорт деп тұрады. Осыны оңға қарай жылжытып, табель ішіне кіреміз. Мына стрелка бас табель ішіне кіреміз. Мына жерде баланың аты жазылып тұрады. Өшір қоймыз. Мына жерде галочка қойып, согласовать табель деп басамыз. Сосын осылай ашылады экран. Подписать с помощью EGOV мобайл деген таңдайсыздар. Содан кейін EGOV-тың ішіне кіріп кетеді. Сосын қол қою деп басамыз. Сосын осылай EGOV мобайлдан пин-кодпен растайсыз, қол қойылады сол кезде. Осылай соңында қол қою сәтті аяқталды деп шығады. Осымен табельге қол қойылады. Оны қайтадан сайтқа кіріп тексеріп көрсек болады. Қайтадан Google Chrome'ның ішіне кіріп, сол тексеріп көрсек болады. Мына жерде